қатысты мен қайталап айтып отырмын. Абдрахман, мен ол Абдрахманды қазақшасының қазір идеал деп айтып отырғаным негізсіз емес, Абайға сүйеніп отырмын. Өйткені Абай айтып отыр ғой. Жаңа қайталап айтайын, мен ескінің соңы едім, сен жаңаның басы едің. Сол қазір жаңа қазақтың, қазіргі тәуелсіздік жағдайында қазақтың жасы қандай болу керек дегенде, Абайды бұл Абдрахман сияқты болу керек. Енді Абдрахман қандай дегенде Абай айтады, тұла бойың толған дейді, ұят еді. Міне. Сонда ол негізі, сонда Абдрахман қандай? Көркем мінезді. Қазір бізге ең бірінші бізге көркем мінезді адамдар керек. Ұяты, ары бар. Қазіргі кезде көп адамның бойында 50% ұят бар, 50% ұятсыздық. Жақсылық пен жамандық қатар жүреді адамның бойында. Ал Абдрахман тұла бойы толған ұят ары дейді. Бүкіл бойы ұят ары. Төбесінің қарабақайына дейін ұят пен ары дейді. Міне, бізге қандай жастырым керек қазір? Сонда айтады, тұла бойы толған ұят ары, ескеріп істеп ойлаған дейді. Сол ары бар адам әр нәрсені ескереді екен ғой. Өзін, отбасын, туған туысқандарын, елін, жерін, өзінің міндетін, қарызын, парызын бәрін ескеру үшін адамға осы тұла бойы толған ұят ары болу керек адам. Көрдіңіз бе? Сонда қазіргі кездегі ең керек қасиеттерді Абай айтып отыр. Тұла бойы толған ұят ары едің, тірлікте бар едің дейді, ғылымға терең бойлаған. Міне қараңызшы, ғылымға терең бойлаған. Жүрегің жылы дейді, бойың құрыш дейді. Жүрегі жылы, яғни жүрек, махаббат, әділет, мейірім, бойы құрыш, яғни нәпсін меңгерген деп айтып отыр. Мысалы, біздің бойымызды меңгере алмаймыз. Адам бойын меңгере алмағаннан кейін жамандық жасап қояды. Қызығамыз, жаңағыдай, нәпсінің жетегіне ереміз, мысалы. Ал Абдрахман айтып отыр, ол жүрегі жылы, бойы құрыш дейді. Сонда айтады, ол ғалым, нағыз адам қандай болу керек дегенде, Абдрахман сияқты. Ол дейді, ол Кавказ, Сібір, Ресей бәрін аралады. Солар аралағанша тыныштық таппады дейді. Бір ғылыми дінкәрің дейді. Көрдіңіз бе? Енді айтады сонда, ортасында кәпірдің арманынан татпаған дейді. Ол бірінші неден оқыды, омбыда оқыды, одан кейін Петербургте оқыды. Сонда ол кәпірдің дейді, жаңағыдай дін тұрғысынан айтып отырды, жаңағыдай арақ ішкен жоқ, темекі тартқан жоқ, ойнас жасаған жоқ дейді. Тошқан етін жеген жоқ дейді. Соны қараңыздар, қандай Абай жақсы тәрбие беріп жүрген, қалай оның адами фундаменттің негізін қалыптап жүрген, қалыптастырып, көрдіңіз бе? Сонда айтады, төре болдым деп кеудесін керген жоқ дейді. Көркем мінезді айтып отыр. Ақиқатты дейді, 7 жасар бала айтса да, ақиқатқа тоқтайды дейді, сөзге тоқтай біледі дейді. Бауырларын еркейтіп ешкім бетіне қақпаған дейді. Ұнамаған нәрсесін үндемей-ақ білдіретін дейді. Міне байқайсыздар, сонда көркем мінезді адам қандай болу керек дегенде, Абдрахман сияқты болу керек дейді. Тұла бойы толған ұят бар, бір ғана ғылымды ойлайтын, елдің қамын ойлайтын, аман есен келсең дейді, аман есен келсең, елге тыңғылым айтар ередің ғой дейді. Яғни елді жүздететін, елді жастардың соңынан ертетін Абдрахман болар, бірақ өкінішке қарай айтады ғой, кешегі өткен ер әбіш, қараңыздар, ер әбіш дейді. Еркек әбіш деп тұрған жоқ, ер әбіш деп. Бізде еркектер көп қазір. Еркек дегеніміз анасынан бір-ақ рет туған жыныстық атау, еркек. Кезінде Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой жаңағыдай, ерлер кетіп, еркектер ғана қалды дейді. Сонда ер болу үшін екінші рет туу керек екен. Яғни адам өзінің нәпсін меңгеріп, нәпсін танып, нәпс шайтан арасын бұзып екінші рет туған кезде, соны ер деп соны айтады екен. Енді сол ерден иман құтылмайды дейді. Сол екінші рет тудың ба, болды. Ондай адам өмір бойы иманды болады. Сонда Абай айтып отыр, кешегі өткен ер әбіш дейді. Яғни туысынан Абайдың 10 баласы болған, бірақ соның ішінде ең жақсы туған әбіш болып отыр ғой. Сонда да ғой Абай, іздеп табар жалғаннан бала берген пендедім. Пенде өлмейді арманнан, мінекей мен де өлмедім дейді.
яғни анау абайдың бір өлеңде айтады ғой, туғыза балалар көптеп туып жатыр дейді, бірақ іште тағдыр жоқ дейді. Сонда сол нағыз баланы абай туғызған ғой, нағыз баланы сол абаймен білдіріп туып тұр ғой. Сонда оның қазіргі кезде біз балаларды тәрбиелегіміз келеді. Өзіңіз білесіз ғой, сіз мұғалімсіз, ұстазсыз, қолыңызда қаншама балалар өтеді, соны байқайсыз ғой. Балалар сіздің алдыңызда әртүрлі. Біреуінің туысы жақсы, біреуінің туысы жаман. Туысы жаман балалар қанша үйретсем де ұқпайды. Сондан қазақша айтқан кезде басты қатырмай тәрбиелеу, бірінші баланы дұрыстап туу керек. Егер баланы туmadың ба, онда сен оны тәрбиелеймін, оқытамын, бүйтемін деген ол бос әңгіме. Әйтеуір ашып аяқ босататын көп адам, көп баланың бірі болады. Бірақ жаңағыдай Әбдірахман сияқты елді аузына қаратқан, ел алып жұрт алатын, жаңағы сөйлесе сөздің көсемі ол бола алмайды ешқашан. Неге жаман болады. Сонда жаңағы абай өзі айтып отыр. Кешегі өткен ер Әбіш туысы елден еректі. Туысы елден еректі. Әрбір сөзді назар аударыңыз. Жүрегі жылы, бойы құрыш. Міне сондан Әбдірахман кім дегенде, Әбдірахман абайдан жақсы туған бала. Сонда анау қазақ айтады, жаман туған жігітті дейді, түйе үстінен ит қабарды. Бітісі жаман қамысты су ортасы. Бізде жүрген баланың туу деген ұғым мүлдем жоқ біздің педагогикамызда. Біз баланы қалай болса туғанбызда оны тәрбиелеуіміз керек. Ал біздің қазақ мәдениетінде ол жақсы бала болу үшін оның туысы дұрыс болу керек деп отыр. Өте жақсы, өте әдемі жауап болды. Яғни бұл жерде тумысы бөлек Әбіш, ол жерде жаңа текті жерден анасы текті жаңағы нағашысына қара дейді ғой, сол ойнайтын шығар. Жақсылмақ жігіттің нағашыдан деп айтады, яғни оның ділда осы аладан деп Қазыбектей шешеннің немерелері, оған да бір қатысы бар ғой. Енді мен сізге келесі бір тағы бір сұрағым болды, сол соңғы сұрақ. Омар аға, Әуезовтің шығармаларының ішіндегі ол шоқтығы биік, өзі айтқан екен, шығармаларының ішіндегі ең бір биігі менің жеткен жетістігім ол Абай жолы романы деген екен. Осы марафонның аясында ертең біздің мектепте ұстаздар, тәрбиешілер, ата-аналар, оқушылар бәрі Абай жолы романын оқып жатыр, бірінші томын. Алда үлкен сұрақтар ертең тест тапсырады. Мен сауалымды осыған байланысты жолдағым келіп отыр. Мен осы дарынды балалар алған мектепке келген уақытта менімен бірге Шахмен әріптес болдым. Маған бақты бұйырды. 50 жыл педагог болған кісі Шахмет Селбаева Шахмет деген апай. Ол кісі Абай жолын 55 рет оқыған екен. Мен өз аузынан, өз құлағыммен естідім. 55 рет оқыған. 55 рет. 55 рет оқыған. Керемет. Ол кісі ғана өмірден озды. Сол 3 ай бұрын сөйлескен өз аузынан айтқан сөздер. Енді сіз Абай жолын мен бір оқығанда түсінбедім деп айтып жатады. Өзінің де басынан өтті. Сіз Абай жолын нешінші рет оқығанда түсіндіңіз, ұқтыңыз? Негізі мен өзі Абай жолын өзі екі-ақ рет оқыдым. Есігі айтайын. Бірінші рет орысша оқыдым. Әскерде. Өйткені орысша оқыдым. Мен негізі бала кезінде 4-ші сыныпта ма қайнап тұрған ғылым білімге деген махаббатым жалындап тұрған кезде Абайдың жолын алдым қолыма, бірақ мәтінді кіре алмадым. Өте күрделі екен. Сосын жаңағы маңдайым тасқа тиіп, тауым шоғып тастай қойды. Ол мен ондай жаңағыдай, енді 4-ші сыныптың баласы ғана мәтінді оқи алмайды ғой. Содан басқа кітаптарды Абай Әуезовтің басқа шығармаларын мен оқыдым. Көктерек, Қорғансыздың күні, Қилы заман, Қара-қара, оны мектепте жүріп оқыдық. Оған енді шамамыз келді. Ал Абай жолына келмеді. Текст, мәтін өте күрделі екен. Кейін әскерде нәсіп болды, әскерде орысша оқыдым. Кітап дайындап қоймайды. 15 республиканың бүкіл шығармалар өтінде болды. Батыс Украинаның Луцк қаласында, сол бір дивизиясында орманның ішінде Абай жолын 18 жасында орысша оқуға нәсіп болды. Кейін Қарағанды мемлекеттік университетке түскеннен кейін қайтара оқыдым Абай жолын, екі ай оқыдым. Бірақ мен сізге айтайын, менің Абайды тануым, ол Абай жолы романы
көмекші ғана құрал. Абайды тану не? Абайды өзі арқылы жүргізеді. Өйткені абайды танығысы келген адам абайдың өзін оқу керек. Өзін білетін. Абай жолы ол қанша дегенмен көркем шығарма ғой. Оның ішінде жаңағыдай социалистік реализмнің әдісіне негізделген жаңағыдай нелер бар, қолдан жасалған образдар бар. Көрдіңіз бе? Шұбар образы, Құнанбайдың образы мысалы берілуі мысалы, жаңағы Қодар өлімі мысалы болмаған абайдың өмірінде мысалы сөз. Сонда бұның бәрі көркем шығарма. Сонда абайды тану үшін біз абайдың өзін оқуымыз керек. Ал әуезовтің шығармасы ол шын мәнінде әуезов үлкен ерлік, сондай мынау атеизм заманында мынау қызыл үкіметтің заманында бай құлақты иттің еті жек көретін заманда кешегі аға сұлтанның баласы абайды алып шығу әуезовтің үлкен ерлік. Неге? Өйткені сол үшін атыла жаздады, айдала жаздады, сол үшін өмір бойы қудалау жолда өлді. Онда әуезов Мұхтар Омарханұлына Алла разы болсын абайды алып шыққанына. Енді қазіргі заманда біздің міндетіміз шын абайды тану, шын Құнанбайды тану. Мысалы Әбдірахман туралы шын Әбдірахманды, шын Оспанды тану. Енді абайдың өз жұртын, нағашы жұртын, қайын жұртын түгендеудің заманы енді келді. Неге? Өйткені қазір сонда еркіндіктің заманы. Өзі Шәкәрім айтады ғой, абайдың ең үздік шәкірті. Ақылға еркін ой керек дейді. Еркін ой. Сол еркін ой абайды тану үшін абайдың Құнанбай кім болды деген кезде абайдың өзінің өлеңін оқысын, тұр Құнанбайдың образы. Әбдірахман кім болды дегенде абайдың өлеңін оқысын. Абай өзі кім болды дегенде абайды оқы. Абай айтады ғой, жүрегімнің түбіне терең бойлайды. Сөз жүрегім, біреулер жүрегімнің деп тұр. Жоқ, абай айтады жүрегімнің түбіне терең бойлайды. Сөз өзі тұр айтып отыр. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адам мұнды ойладым. Мұңмен жалынды олыптым дейді, кінә қоймайды. Сөз. Бұны абайдың жүрегіне бойлау үшін, кешіріңіз, өзіңіздің жүрегіңізді бойлай білуіңіз керек қой. Мысалы, мен сіздің жүрегіңізді бойлау үшін, өзімнің жүрегіммен сізді қабылдауым керек. Бұны абай баратын жол біреу-ақ өзі. Абайдың жүрегін терең бойлай алсақ қана, шын абайды біз танимыз. Абайдың жұмбағы оның жүрегінде тұр. Бірақ енді абай жолын жазып, сондай заманда жазып шығудың өзі бір үлкен ерлік болды. Үлкен ерлік. Өйткені анау бай құлақтарды жау көрген заманда кейіннен әуезовке тағылған жалалардың ең үлкен сол еді ғой. Әуезов байларды насихаттап жатыр. Байлықты насихаттап жатыр. Абай жолының бірінші томын оқысаңыз қазақтың өмірі керемет қой мысалы. Сонда айтты ғой жаулары жаңағыда әуезовтің романын оқып отырсаңыз қазаққа революция да керек жоқ екен ғой деді ғой. Иә. Негізі осы Мұхтар Әуезовті қолдап орталық комитеттің шешімін күтпей баспаға теру рұқсат беріп жіберген сол уақыттағы ғалым Бейсенбай Кенжебаев екен. Жаңа сіз айттыңыз, көп нәрсе бұрмаланған дедіңіз. Сол уақытта жаңа Құнанбай бейнесіне қатысты, образына қатысты ауылдың ақсақалдары Мұхтар Әуезовке ренжіп қатты сөз айтқан екен. Көп нәрсенің бұрмаланғанын соны. Енді Алла қаласа, жаңаша көзқарас, енді сіздер тыңнан бір трен салып, жақсы бір мақалалар зерттеулер етеміз осы абай жолында образдарға қатысты, олардың шынайы бейнесіне қатысты. Енді ағайына соңына қарай жақындап келе жатырмыз. Бұл негізінен осы шын хакім сөзің асыл баға жетпес тақырыбында марафон мектебіміздің басшысы Нұрбек Қамбарбекұлының бастамасымен сол кісінің қолдауымен сол кісіні сізге арнайы бір тілек жолдаған екен, мен оқып беріп жіберейін. Құрметті Омар Жәлелұлы, өте әсерлі, мағыналы, астарлы сұхбат болды. Әсіресе жастар үшін абай сөзін оқып қана қоймай, көңілге тоқып, даналық ойларын жүрекпен түсіну керек екендігін жеткіздіңіз. Эфирге қатысып отырғандардың барлығы абайды өзінің өмірлік қағидасына қалай енгізуге болатыны туралы жақсы ойларды түртіп алды деп ойлаймын. Осы қасиетті Рамазан айында алтын уақытыңызды біздің аудиторияға бөлгеніңіз үшін Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының әкімшілігі атынан шексіз алғысымызды білдіреміз. Оразаңыз қабыл болсын. Сіздер сияқты
жастарға, болашақ Әбдірахмандарға жол сілтейтін ел ағаларымыз аман болсын деп әдемі пікірін жолдап жатыр сізге арнап. Енді жалпы қазақта айтады, жақсы адам елдің ырысы, жақсысы жанның тынысы деп айтып жатады. Сіздей жақсы адаммен сұхбаттасқаныңыздың өзі біз үшін үлкен бір мектеп болды, үлкен бір өнеге болды. Осы эфирде болған адамдар, әлде көретін адамдар жақсы сөздерді естіп, рухани азық алды деп ойлаймын. Абай мұрасы жастар қандай бір биікке жетелейді, оларды тәрбиелейді, олар үшін темір қазықтай бағдар болу тиіс. Сол ұстанымнан айнымау керек деп ойлаймын. Көп рахмет. Енді мына эфирді өтініш сақтап қойыңыз, сосын мүмкіндік болса жаңағы әлеуметтік YouTube каналына салсаңыздар жақсы болар еді. Өйткені көп адамдар тыңдайтын, пайдалы болсын. Канал бар. YouTube канал бар, міндетті түрде бұйыртса ағай саламын. Жақсы. Алдағы уақытта бұйыртса осына бір нәтижемен қылсақ, Ақтөбеде жолымыз түсіп жатса, біздің мектептің оқушыларымен 100-100 кездесуінде бір сәтті түсер деп ойлаймын, ағай. Келісесіз бе? Әлбетте. Алла қаласа. Рахмет, әсерлі сұхбатыңыз үшін сау болыңыз. Жақсы. Бай болсын.